1931 жылдың 7 мамырында Нью-Йорк қаласының тұрғындары қоғамда үлкен шу туғызған оқиғаның куәсі болды. Полицейлер 2 апта бойы із кесіп, қос тапанша деген лақап атпен әйгілі болған, есірткі шекпейтін, арақта ішпейтін, атшулы қанішер Кроулидің қолына Уэст-Энд авенюде тұратын көңілдесінің үйінде кісен салды. 150 полицей мен детектив Кроули жасырынып отырған үйді қоршауға алады. Қылмыскер паналаған пәтер жоғарғы қабатта орналасқан еді. Полицейлер үйдің шатырын тесіп, ішке көзден жас ағызатын газ жібереді. Жақын маңдағы құрылыстардың біріне пулемет орналастырылады. Сөйтіп полицейлерді өлтірумен аты шыққан Кроулиді тұтқындауға тырысады. Нью-Йорктың байлар тұратын аудандарының бірі пулемет пен тапаншаның даусынан 1,5 сағат бойы жаңғырып тұрған екен. Үлкен үстелдің артына жасырынған Кроулиде полицейлерге үздіксіз оқ жаудырып жатты. Зәресі ұшқан 10 мыңдай адам бұл қанды қырғынды үнсіз бақылап отырды. Нью-Йорк көшесінде мұндай оқиға бұрын соңды болмаған еді. Кроули тұтқындалғаннан кейін полиция комиссары Малруни Кроули Нью-Йорк тарихындағы бұрын соңды болмаған, адамдарды аяусыз қырған қауіпті жендеттердің бірі деген мәлімдеме жасайды. Ал Кроули өзіне қандай баға берер еді? Полицейлер Кроули жасырынған үйге оқ боратып жатқан кезде ол барша тіршілік иесіне арнап хат жазып кетеді. Оның хатынан жарақатынан аққан қан ізін байқауға болады. Хатында ол өз кеудесінде тынымсыз болғанымен еш адамға зияны жоқ жүрегінің соғып тұрғаны туралы жазады. Осы оқиғадан аз уақыт бұрын қала сыртында Лонг-Айлендке баратын жолда Кроули көңілдесімен бірге көлік ішінде көңіл көтеріп отырады. Сол кезде полицей келіп, одан жүргізуші куәлігін көрсетуін талап етеді. Алайда Кроули еш жауап қатпастан тапаншасын алып, терезесін төмен түсіріп, полицейді атып өлтіреді. Көлігінен асықпай шығып, полицейдің тапаншасын алады да қимылсыз жатқан денеге тағы бірнеше рет оқ атады. Міне осындай қанішер, кеудемде тынымсыз болғанымен еш адамға зияны жоқ жүрегім бар, деп жазып отыр. Кроулиге электр орындығына отырғызып өлтіру үкімі кесіледі. Синг-Сингтегі өлім бөлмесіне алып барғанда ол, мені адамдарды өлтіргенім үшін осылай жазалап жатыр деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл менің өзімді қорғағаным үшін берілген жаза, деп мәлімдейді. Бұдан шығарар қорытынды, Кроули өзінің жазықсыз екендігіне кәміл сенді. Қылмыскерлер үшін ақталу қалыпты жағдай, деп ойлайтын боларсыз. Солай деп ойласаңыз, ары қарай тыңдап көріңіз. Мен өмірімнің ең керемет сәттерін адамдардың көңілін аулап, олардың уақытын жақсы өткізуіне көмектесуге арнадым. Ал қайтарымына не алдым? Тек қорлау мен қудалау. Бұл Чикаго баскесерлерінің басшыларының ішіндегі ең қауіптісі. Кезінде қоғамның ең басты жауы атанған Аль Капоненің сөзі. Аль Капоне өзін жазықтымын деп ешқашан ойламаған. Керісінше, ол өзін қоғам қамқоршысы, ешкім бағалай алмаған және түсінбеген қоғам қамқоршысы деп есептеген. Нью-Йорк қарақшыларының оғынан қаза болған голландтық Шульц те өзі жайлы осындай ойда болған. Нью-Йорктегі ең қауіпті қылмыскерлердің бірі Шульц журналистерге берген сұхбатында өзін қоғамның ең қайырымды адамдарының бірі деп сипаттайтын. Оның солай екендігіне өзі де сенетін. Осы мәселеге байланысты атақты Синг-Синг түрмесінде көп жылдар бойы бақылаушы қызметін атқарған Льюис Лоуспен хат жазысқан едім. Ол хатында түрмеде отырғандардың өте аз бөлігінің ғана өздерін жазықтымын деп есептейтінін айтқан болатын. Қылмыскерлердің ойынша, олар да сіз бен біз сияқты қарапайым адамдар. Олар жасаған қылмыстарын жай бір әрекет ретінде қабылдап, өздерін ақтауға тырысады. Сейфтің құлпын ашуға, шүріппені басуға не итермелегенін түсіндірмек болады. Көпшілігі жалған сенімге сүйенеді де, қоғамға қарсы жасаған іс әрекеттерін тіптен өз ар ұяты алдында да ақтап алуға тырысады. Сөйтіп оларды түрмеге отырғызуға еш себеп жоқ екендігін жарыса мәлімдеп жатады. Аль Капоне, Кроули, голландтық Шульц сияқты түрмеде отырған баскесерлер өздерін кінәлі деп есептемесе, күнделікті кездесіп жүрген қарапайым адамдар жайлы айтудың өзі артық шығар.
Өз атымен аталатын америкалық дүкендер желісінің іргетасын қалаған Джон Унамайкер былай дейді: мен тіпті осыдан 30 жыл бұрын жоқтан өзгеге бола орынсыз шу көтерудің қажет емес екендігін түсіндім. Өз кемшіліктерім бастан асып жатқанда Құдай адамдарға ақылды неге теңдей бөліп бермейді деген сұраққа миымды аштым келмейді. Унамайкер бұны ерте түсінген, ал мен 100 адамның 99-ы өзінікі қате екенін біле тұра, кінәні неге басқаларға аударуға дайын тұратынын түсіну үшін өмірімнің 30 жылын сарп еттім. Сын айту адамды қорғануға, ақталуға итермелейді. Демек сын адам үшін аса қауіпті. Олай дейтініміз сын адамның намысына тиеді, жеке басын қорлайды, жек көру сезімін тудырады. Белгілі психолог Скиннер теріс мінез құлқы үшін жазаланған жан-жануарларға қарағанда жақсы мінез құлық көрсеткені үшін сол үшін мақтау алған жануарлар қандай да бір нәрсені тез үйреніп, оны көбірек есте сақтайтынын эксперименттері арқылы дәлелдеп берген болатын. Кейінірек жүргізілген зерттеулер нәтижесінде бұл қасиеттің адамға да тән екенін анықталды. Демек сын түбегейлі өзгеріске бастай алмайды. Керісінше, адамда реніш сезімін туғызады. Тағы бір атақты психолог Ганс Селе былай деген еді: біз мақұлдауды қаншалықты қажет етсек, сыннан соншалықты қорқамыз. Сын айтқан кезде адамда пайда болатын реніш сезімі жұмысшылардың, отбасы мүшелерінің және достарыңыздың рухын түсіреді, бірақ жағдайды түзе алмайды. Сынның пошта көгершіні сияқты әрқашан өзіңе қайтып келетінін ұмытпаған жөн. Сынағалы немесе кінәлағалы тұрған адамымыз өзін ақтап алуға тырысып қана қоймай, өзіңді жазғыруы да мүмкін. Ал тіпті өзін ақтай алмаса, басқаша қалай болуы керектігін елестете алмаймын деуі мүмкін. Өзін түзеуі, жөнге салуы керек деп есептейтін адамдарыңыз бар ма? Керемет, сізді түсіндім. Алайда осының бәрін неге өзіңізден бастамасқа? Басқаларды түзеумен салыстырғанда өзіңді жөнге салу сізге көбірек пайда әкелер еді де басқаларға залал келтірмес еді. Өз есігіңіздің алдындағы қарды тазалап алмай жатып, басқалардың шатырындағы қарға шағымданбаңыз деген еді Конфуций. Біз біреуге деген ренішімізді ертең қайта еске түсірер болсақ, және оны жылдар бойы тіптен өле-өлгенше есте сақтар болсақ, өзімізге қаншалықты дұрыс десек те, сынауға тұрарлық іспен айналысып жүрміз деген сөз. Адамдармен қарым-қатынасқа түскен кезде, олардың логикалық тұрғыдан ойлау қабілеті бар, тіршілік иесі екенін естен шығармағанымыз жөн. Олардың өзіне тән сезімі, олардың өзіндік ойы, наным сенімі, абырой даңқы мен атағы бар. Ащы сын ағылшын әдебиетінің көрнекті жазушысы өте сезімтал Томас Хардидің көркем әдебиетпен айналысуына нүкте қойса, ағылшындық ақын Томас Чаттертонның өз-өзіне қол жұмсауына алып келді. Жас кезінде дөрекілігімен ерекшеленген Бенджамин Франклин жасы ұлғая келе нағыз дипломатқа айналып, Франция еліне елшілікке тағайындалған болатын. Оның бұл жетістігінің құпиясы неде? Мен ешқашан ешкім жайлы жаман сөз айтпаймын. Олардың өзім білетін жақсы қасиеттерін ғана тілге тиек етемін деген еді ол. Сын айту кез келген ақымақтың қолынан келеді. Олар басқаларды кінәлап, шағым айтуға дайын тұрады. Алайда басқаларды түсініп, кешіре білу үшін мінезбен өзін-өзі басқара білу қажет. Карлейл бұл жайлы былай деген еді: ұлы адамдардың ұлылығын оның қарапайым адамдармен қандай қарым-қатынас жасайтынынан білуге болады. Бірде атақты сынақшы ұшқыш, авиашолулардың тұрақты қатысушысы Боб Гувер Сан-Диегода болған жаттығулардан кейін Лос-Анджелестегі үйіне қайтып келе жатады. Журналдардың жазуынша, жерден 300 фут жоғары биіктікке көтерілгенде ұшақтың екі қозғалтқышы да істен шығады. Таңғаларлық маневрлардың арқасында ол ұшақты әупірімдеп жерге қондырады. Ұшақ қатты зақымданғанымен адамдар дін аман еді. Апаттық жағдайда жерге қонғаннан кейін Гувер ең алдымен жанармайды тексереді. Оның күдігі расталып, екінші дүниежүзілік соғыстан бері қолданыста болған
пропеллерлік ұшаққа бензин емес, реактивті отын құйылғаны белгілі болады. Аэропортқа қайтып келгеннен кейін ол ұшақ механикімен жолыққысы келеді. Бұл кезде қатесін түсініп, жанын қоярға жер таппай жүрген жас жігіт Гувер өзіне таяп келгенде көз жасына ерік береді. Себебі жаңа ғана ол қымбат ұшақты құртып, тіпті 3 адамның өліміне себепкер бола жаздады. Гувердің сол кездегі ашуын көрсеңіз ғой. Мұндай құнсыздық үшін тәкаппар, өз ісін 5 саусағындай білетін ұшқыштың аузынан қандай сөгіс пен айыптаулар шығуы мүмкін екенін елестетіп көріңіз. Алайда Гувер механикті сөкпеді, тіпті сында айтпады. Керісінше, ол жас жігітті құшақтап, мұндай жағдайды енді ешқашан қайталамайтынға сенімділігімді көрсетуім үшін ертең F-51 ұшағыма жауапты болуыңды қалаймын, дейді. Көп жағдайларда ата-аналар баласын сынауға дайын тұрады. Сіздер менен олай жасамаңдар, деп айтуымды күтіп отырған боларсыздар. Жоқ, мен олай демеймін. Мен сіздерге балаларыңызды сынамас бұрын Америка журнализмінің классикасы деуге боларлық «Әке өкініші» деген мақаланы оқуға кеңес берер едім. Әке өкініші лықсып келген шынайы сезімді сипаттайтын қысқа әңгімелердің бірі. Ол оқырмандардың көңілінен шыға білген осындай аз еңбектердің бірі болғандықтан бірнеше мәрте жарық көрді. Алғаш басылып шыққаннан бері, дейді оның авторы Ливингстон Ларнет. Бұл әңгіме елдегі жүздеген журнал мен ресми басылымдарда және газеттерде жарық көрді. Көптеген тілге аударылды. Оны мектепте, шіркеуде, дәрісханаларда оқығысы келетін мыңдаған адамға рұқсатымды бердім. Эфирде берілетін сансыз бағдарламаларға әңгіме арқау болды. Ең қызығы, университеттер мен мектептердің мерзімді басылымдары да оларды пайдаланды. Кейде кішкентай дүниенің де өзіндік құпиясы болады. Бұл әңгіме соның куәсі іспеттес. Әке өкініші, Ливингстон Ларнет. Әкеңе құлақ сал, ұлым. Қазір сен кішкентай қолдарыңды жастанып, қою бұйра шаштарың маңдайыңды жауып, тыныш қана ұйықтап жатырсың. Ал мен сенің бөлмеңе ұрланып келіп отырмын. Себебі бірнеше минут бұрын ғана бөлмемде газетімді оқып отырған кезде болған оқиға сай сүйегімді сырқыратып кеткендей болды. Кінәлі сезіммен төсегінің шетіне келіп жайғастым. Біраз дүние ойымнан шығар емес. Сен үшін мінсіз әке бола алмағаным рас. Кейде қатты кетіп қалатын кездерімде болды. Мектепке барарда киінудің орнына орамалмен бетіңді жауып жатып алатын кездерің есіңде ме? Сол кезде ашуланып, қатты зекитінмін. Аяқ киіміңді тазаламағаның үшін дауыс көтеретінмін. Заттарың еденде шашылып жатса да айқайға басатынмын. Таңғы ас кезінде де бір сылтау тауып ұрсып алатынмын. Тамағыңды төктің деймін. Асығыс үсігіш жедің деймін. Тамақ ішкен кезде шынтағыңды үстелдің үстіне қойма деймін. Наныңа майды көп жақпа деймін. Соған қарамастан мен жұмысқа кетіп бара жатқанда сен ойнап отырсаң да жолың болсын әке дейтінсің. Мен болсам тағы да кеудеңді тік ұста деп бұрқ ете қалатынмын. Бұл жағдай кешке қарай қас қалпында қайталанатын. Бірде жолға жақындап келіп, сенің не істеп жатқаныңды көруге тырыстым. Бұл кезде сен шарлармен ойнап отырдың. Сол кезде шұлығыңның тесіліп қалғанын байқадым. Ашуланғаннан мен достарыңның алдында саған қатты ұрысып, алдыма салып үйге алып кеткен едім. Иә, шұлық қымбат тұратын еді. Өзің сатып алғанда оны күтіп киер едің. Әкеңнің осы күйін түсінсең ғой, ұлым. Есіңде ме? Бірде мен кітапханада әдеттегідей газетімді оқып отырғанда сен ентелей кірген едің. Сол кезде көзіңде бір реніш тұрғандай сезілді. Көңілімді бөлгеніңді жақтырмай, газетіме қайта үңілгенде сен күбіжікте есік алдында тұрып қалған болатынсың. Саған не керек? деп бұрқ еткен болатынмын мен сонда. Сен ештеңе деместен жүгіріп келіп мойныма оралғансың. Сосын бетімнен мейірлене сүйіп, Құдай бере салған нәзік жүрегіңдегі мейіріміңді шаша. Қатты-қатты құшақтағансың. Сосын тырп-тырп етіп, сатымен көтеріліп кеттің. Осыдан біраз уақыт өткеннен кейін қолымдағы газетім жерге сусып түсіп, бойымды бір қорқыныш жайлап алғандай болды. Маған не болған? Кемшілігіңді іздеп, сөгу,
сенің бұл дүниеге ұл болып келгенің үшін саған айтқан алғысым ба еді. Бұл сені жақсы көрмегендіктен емес, бұл менің жастардан өте көп нәрсені талап етіп күтетіндігімнен болар. Сені өзімнің жас кезіммен салыстырыппын. Сенің мінезің өте жайсаң да шынайы еді. Сенің кішкене жүрегің тау басына түсер күн сәулесінен де мол нұр шашып тұратын. Оны бөлмеме баса көктеп кіріп, құшақтап сүйіп, қайырлы түн тілегеніңнен ақ байқауға болады. Бүгін мен үшін бұдан асқан бақыт жоқ, ұлым. Сондықтан да ұяттан жарылардай болып, түн қараңғысында төсегінің жанында тізерлеп отырып, өзіңмен үнсіз тілдесудемін. Бұл сөздер мені ақтай алмасын да білемін. Бұл сөздерді сен ояу кезде айтқанда да, түсіне қоймайтыныңды да сезем. Алайда ертеңнен бастап мен нағыз әкеге айналамын. Сенімен әңгімелесіп, сен қиналсаң бірге қиналып, сен күлсең бірге күлемін. Сабамнан шыға бастасам, тілімді тістей қоямын. Ол әлі кішкентай бала ғой, дегенді дұға жаттағандай үнемі қайталап айтып жүремін. Сені ересек адамдай қабылдадым ба деп қорқамын. Ойыннан әбден шаршап, момақан болып ұйықтап жатқан түріңе қарап, өзіңнен әлі де кішкентай бала екеніңді енді ұғынғандаймын. Кеше ғана басыңды анаңның иығына қойып, қолдан түспей жүретін сәби едің. Соған қарамастан сенен көп дүние талап еткен екенмін, деп жазылған еді мақалада. Олай болса адамдарды жазғырудың орнына оларды түсінуге тырысайық. Олардың қандай да бір қадамға неге барғанының себебін біліп көрейік. Сынға қарағанда оның пайдасы көбірек болмақ. Ал бұл өз кезегінде жанашырлыққа, төзімділікке және қайырымдылыққа бастайды. Бәрін білу дегеніміз, бәрін кешіру деген сөз. Доктор Джонсон былай деген еді: Құдайдың өзі де адам о дүниелік болғанға дейін оны жазғырудан аулақ болуға шақырады. Олай болса, сіз бен біз неге елді сынауға құмармыз?